GitHub'та мынандай дайын проект тауып алдым. Laravel Vue SPA дайын тұр екен. Оның демосы да жақсы екен. Қазір тек демосқа жерде. Бұл емес. Міне мұнда. Так, мұнда home деп тұр, домашний страницаны басамыз. Басқан кезде мен регистрация жасап қойғанмын. Так, шыға тұрайық. Ең бірінші логин және регистр деген тұрады. Регистр деп басып, ішіне тіркелсе болады. Немесе тіркеліп қойғаннан кейін кірсе болады. Логин, мына пароль ұмытқансаң, қалпына келтіруге болады почта арқылы. Міне, және тілді алмастыруға болады. Ағылшынша, сосын мынау қытайша шығар. Сосын мынау испанша шығар. Енді Laravel Vue SPA деген Laravel мен Vue'ді қосып дайындап қойған SPA. Маған старт үшін, тез старт жасау үшін керек нәрсенің барлығы осы жерде дайын тұр екен. Кодында GitHub'та қарасам, почти маған керектің барлығы бар. Так, менің интернетім негізі әлсіз. Сол себептен андай жерлерде өткізіп жүру керек шығар. Миграциялар ішінде бар, барлығы дайын. Сол үшін мен осыны көшіріп алдым да, уже өзімде запуск жасап көрдім. Мынау менде локально орындалып тұр. Сосын мұнда почтамды енгізіп, нені жібердім. Запрос. Енді мына жерде загрузка кеткен кезде кнопка бүйтіп анимациясы бар, дайынды барлығы. Сосын қате шықса, модальный аккаунтты дайындап қойған. Әйтпесе осының әрқайсысы менде уақыт алушы еді ғой. Енді дәл осы қалпында өзіме қабылдап алып, әрі қарай дамыту керек осыны. Мына ссылканы видеоның астына ұмытып кетпесем жазып қоям. Сол ссылка арқылы өтіп, осы проектті ашып қарасаңыздар болады. Кімге қызық.